Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде әдебиет пәні сабағымыздың тақырыбы табиғат құбылыстары біз қиялдай аламыз. Ал сабағымыздың мақсаты шығармадан әдеби көркемдегіш құралдарды табу және оларды қолдану. Сонымен қатар көркем шығарманы басқа үлгідегі нұсқасымен салыстыру. Ендеше сабағымызды мына өлең жолдарынан бастайық. Қолымызды қысайық, бестік баға алайық, басқа білім толтырып, үйге қонып қайтайық. Жарайсыңдар оқушылар. Енді өткен тақырыпты қайталау мақсатында мына сұрақтарға жауап берейік. Балалар, біз өткен сабақта қандай тақырып өттік? Дұрыс айтасыңдар, Қастек Баянбайдың не жауып тұр өлең өткен болатынбыз. Ал Қастек Баянбай деген кім? Дұрыс айтасыңдар, ол ақын. Ол қай жылы қайда дүниеге келді? Әрине, 1936 жылы Алматы облысы Алакөл ауданында, Тастыбұлақ ауданында дүниеге келді. Ал ақын қандай тақырыпта өлең жазған? Дұрыс айтасыңдар, ол әртүрлі тақырыпта өлең жазған, әсіресе балаларға арналған. Және соңғы қандай шығармалары бар? Жарайсыңдар оқушылар, оның Араша, Ақшағала, балаларға базарлық және тағы басқа көптеген шығармалары бар екен. Жарайсыңдар оқушылар. Ендеше балалар, қалай ойлайсыңдар, тасаттық дегенді бұрын-соңды естіп көрдіңдер ме? Және ол не үшін керек? Ендеше тасаттық дегеніміз көпшілік жиылып атқаратын діни рәсім. Тасаттықта көпшілік қауым жиналып, құрбандық шалып, сауабын аруақтарға бағыштап, Құран оқылып, Құдайдан жаңбыр жаууын тілеп ниет қылады. Тасаттыққа жиналған қауым діни рәсімдерді атқарумен қатар жиынның соңын мерекеге айналдырып жібереді екен. Ендеше бүгін біз Әбділда Тәжібаевтың Толағай өлеңін оқитын боламыз. Ол үшін бірінші Әбділда Тәжібаев деген кім? Танысып алайық. Бір көретін көз емес, жарық көретін, айқын көретін көз керек. Оны айтатын сөз керек. Сылдыр сөз емес, нағыз ғылыми сөз, нағыз азаматтық сөз керек. Әбділда Тәжібаев отты жыр, салмақты сөзімен қазақ әдебиетінде өшпес із қалдырды. Ол еңбек жолын 1926 жылы Еңбекші Қазақ газетінде хаттасудан бастап, сол жылдары өлеңдерін баспа беттеріне жариялады. Талантымен дараланған ақын араға 10 жыл салып, Қазақстан Жазушылар Одағының төрағасы болып сайланды. Қазақ КСР жоғары кеңесінің депутаты болды. Өнермен қызметті тең ұстаған ол Жамбыл кинофильмін таспалауға үлесін қосып, сценарийін жазды. Сүйінбай, лебізіңді ел күтіп тұр. Қасиетті кәрі домбырамды кімге қалдырасың? Ассалаумағалейкум. Домбырамды Жамбылға ұсынам. Көзімдей көрсін, қалың елім шаттыққа бөленсе, сен де шалқырсың, қайран елің егілген сәтте, сен де егілерсің. Айтқаныңа құлдық ұстазым. Бұл кәрі домбыра әрқашан шындықты ғана айтатын болады. 30-шы жылдары сыршыл ақынның жаңа ырғақ атты тұңғыш жинағы жарық көрді. Мұхтар Әуезовпен бірігіп жазған Аққайың пьесасы да сол жылдардың жемісі. Жазушы Әбділда Тәжібаевты қазақ поэзиясына әсерлі, сапалы, көркем бір ағым кіргізіп келе жатқан ақын деп бағалаған. Өскелең ұрпақ та қаламгердің мазмұнды туындыларын жаттап, кітапхана сөресінен іздейді. Нәтижесінде биыл бір ел, бір кітап акциясы аясында Әбділда Тәжібаевтың шығармашылығы. Балалар, осы бейнероликтен не түсіндік? Не жайлы айтылған? Дұрыс айтасыңдар. Біз бұл бейнероликтен Әбділда Тәжібаевтың өмірі мен шығармашылығы жайлы қысқаша болса да біліп алдық. Ендеше балалар, қазір біз Толағай өлеңін оқитын боламыз.
кітабымыздың 61 бетін ашамыз. Толағай өлеңіне назар аударайық. Сонау ертіс жағасында болған біреу саржан атты, жұбайы да өзіне сай, аты Айсұлу ақ маралдай. Дүниеге бір бала келді, 30 күндік мерекені, естен кетпес берекені сол ауылға ала келді. Ақсақалдар қол көтеріп, жас бөбекке бата беріп, толағай деп қойыпты атын. 7 жаста садақ атты, атқан оғы тасты уатты, жай отынан кейін емес, темірден де өткізеді. Жылдар өткен жазғытұрым, басталды бір жаман ырым, жаумай жауын жалғыз тамшы, ерте солды гүл бәйшешек. Еркін өспей қурады шөп. Ел күйзелді, ем таба алмай, жалбарынды тілеп жауын, көкжиектен көзін алмай, сезген мұны толағайда. Сабырсыздық болды пайда. Қайтсем жауын жаудырамын, ел сусынын қандырамын. Көп өтпеді бір күндері шешесіне еркеледі. Тағы да бар бір сұрауым, көп жауады қайда жауын? Білсең апа айтшы деді, айғақ ете үлкендерді. Апатайы жауап берді. Деген сөз бар тауда тандыр, қарлы шынды тау жерінде, тарбағатай өңірінде үзілмейді жылда жаңбыр. Толағайдың тыңдап алды, екі беті гүл-гүл жанды. Кідірмеді, жүріп кетті, асқар тауға келіп жетті. Таңдап жүріп тау жотасын, талғай қарап орман тасын, көңілі сүйген бір шатқалды, ұзақ ырғап бөліп алды. Арқасына салды дағы, келген ізбен қайта оралды, арқалады ауыр тауды, маңдайдан тер көл боп ақты. Жеткенше дем алмаймын деп, шаршаса да тоқтамапты. Тау жақындап қалды келіп, бұйраланған бұл төңгеріп. Таңданысты көрген адам, толағайлап шулап халық. Қуанбаған қалмады жан. Құйды жаңбыр сел боп ақты, күңгір күреп шатырлатты. Шөлдегендер суға қанды, ауыл қайта ажарланды. Күн еңкейіп шөккен кезде, сүрінді алып әлтенеге. Кетті құлап тұра алмады, қайта қару қыла алмады. Апа, деді жалғыз ғана, тауда басып шөге берді. Апасы жас төге берді. Ауысыпты заман талай, аталғалы тау толағай. Соны үлкендер ерте кеткен. Оқушылар, бұл өлеңнен не түсіндік, не жайлы айтылған екен? Жарайсыңдар оқушылар, ендеше сөздік жұмысымен жұмыс жасайық. Анның сұсы басты дегеніміз аннан қаймықты үрейленді деген сөз. Ал күйрететін, сындыратын деген мағынаны білдіреді. Жұбайы, әйелі, тасты уатты, тасты үкті, көзін тікті, қарады деген мағынада. Аңғармапты, байқамапты деген, арбасуға төзе алмады, шыдамады деген мағынада, және көк құрақтар, шөп деген мағынаны білдіреді екен. Ендеше сергіту сәтін жасау үшін мен 3 қатарға, яғни бірінші қатарға толағайға хат жазу, екінші қатар Әбділда Тәжібаевқа хат, және үшінші қатарға толағайдың ауылына хат жазу. Сондай тапсырма беріледі. Жарайсыңдар оқушылар, өте жақсы. Ендеше қазір біз топтық тапсырма орындайтын боламыз. Ол үшін бірінші тапсырма шығарманың негізгі ойы. Екінші тапсырма шығарманың кейіпкерлері. Ал үшінші тапсырма шығарманың тәрбиелік мәні жайлы жазу. Сәттілік. Жарайсыңдар оқушылар. Ендеше келесі тапсырмада біз іздену керекпіз, яғни жырдан толағайдың ерлігін суреттеудегі әсірелеуді тауып оқимыз.
және де әсірелеу тәсілі арқылы бейнеленген қай кейіпкерді білесіңдер? Осы сұраққа жауап береміз. Және де жырды оқығанда қандай сезім пайда болды? Жарайсыңдар оқушылар, өте жақсы. Енді қорытындылай келе, мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Толағайдың бейнесінде қиял ғажайып белгілері бар ма? Және толағайдың ерлігі батырлар жырындағы қай кейіпкерге ұқсайды? Жарайсыңдар оқушылар, өте жақсы. Ендеше сабағымызды қорытындылау үшін мына сұрақтарға жауап берейік. Толағай ертегісінің авторы кім? Мәтінде кім жайлы айтылған? Толағайдың елі қандай күн кешеді? Толағайдың күштілігін қай жерден көреміз? Және толағай қандай ерлік жасайды? Жарайсыңдар оқушылар, өте жақсы. Ендеше сендерге үйге тапсырма ретінде дереккөздерден Толағай тауы туралы деректер іздеуіміз керек. Бұл тау еліміздің қай облысында екенін анықтап, әңгімелеуге дайындал. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Жарайсыңдар оқушылар, сау болыңдар.